Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4 сынып 111 сабақта өтетін боламыз. Балалар, алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бөлшектерді қосу және азайту. Яғни бүгінгі сабақта өтетініміз бөлімі бірдей бөлшектерді қосуды және азайтуды орындайтын боламыз. Балалар, алдымен бірінші есепке қарайық. Сұрақтарға жауап бер дейді. Суға төгілген 5 литр мұнай өнімінің су бетінде 50 метр квадрат жұқа қабыршақ түзетінін білесің бе? Төгілген 20 литр жанармай қандай ауданды жауып қалады? Мұнай тасымалдайтын танкер аппаратқа ұшыраған жағдайда не болуы мүмкін дейді. Енді бірінші есептің шартын құрып алайық. Мысалы 50 литр ол 50 метр квадрат жерді жауып қалады. Сонда 20 литр табуымыз керек. Ол үшін біз 1 литр қанша жерді жауып қалатынын табуымыз керек. 1 литр мұнай қанша метр квадрат. Ол үшін біз 50-ді 5 литрге бөлеміз. Сонда бізде 10 шығады. Енді 20 литр табу үшін осы 10-ды 20-ға көбейтеміз. Сонда бізде 200 метр квадратты құрайды. Яғни жауабы 20 литр бұл 200 метр квадрат ауданды жауып қалады. Келесі екінші есепте дейді. Яғни бөлшектерді шығарамыз. Ең біріншісі 45-тен 23 азайтылған 45-тен 12, оған қосамыз 45-тен 21-ді. Енді бізде бөлшектің бөлімдерінің барлығы бірдей, алымдары әртүрлі. Сонда бөлшектің бөлімі сол күйінде қалады 45 болып. Енді біз алымдарын қосамыз. Ең бірінші 23-тен 12-ні азайтамыз және оған 21-ді қосамыз. Сонда бөлшектің мәні 45-тен 32 болады. Екіншісінде бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 250-ден 16-ға қосамыз 250-ден 63-ті. Сонда ол 250-ден 79 болады. Енді бастапқы 250-ден 109-дан осы шыққан мәнді азайтамыз. Сонда 250-ден 109-дан 250-ден 79 азайтсақ, бөлшектің мәні 250-ден 30 болады. Бұл жерде тура осындай бөлшектің бөлімдері сол күйінде қалады, алымдарын бір-біріне азайтып немесе қосамыз. Енді үшіншісінде бізде бірінші жақшаның іші орындалады. 190-нан 32-ден алып тастаймыз 190-нан 12-ні. Яғни бөлімі сол күйінде қалады 190 болып, үстіндегі, яғни алымын 32-ден 12-ні алып тастаймыз, сонда бізде 20 қалады. Енді 190-нан 57-ден осы шыққан мәнді азайтамыз. Сонда бізде жауап 190-нан 37 болады. Келесі төртіншісінде де бірінші жақшаның іші орындалады. 67-ден 15-ден азайтамыз 67-ден 9-ды. 67-ден жауабы 6 болады. Енді 67-ден 35-ке осы 67-ден 6-ны қосқан кезде 67-ден 41 болады. Бесіншісі бізде жақшаның іші орындалады. 56-тан 42-ке қосамыз 56-тан 8-ді. Сонда есептің жауабы бізде 56-тан 50 болады. Енді 56-тан 50-ден азайтамыз 56-тан 29-ды. Бөлімі сол күйінде 56 болып қалады. Енді 50-ден 29-ды айтсақ, бізде мәні 21 болады. Сонда 56-тан 21. Алтыншысында да бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 300-ден 190-ны азайтамыз 300-ден 150-ді. Бөлімі 300 болып қалады. Алымы 190-нан 150-ді алсақ, бізде 40 шығады. Енді 300-ден 203-ке осы шыққан мәнді қосамыз. Сонда есептің жауабы бізде 300-ден 243 болады. Келесі үшінші есеп теңдеуді шеш. 4 теңдеу берілген бөлшек түрінде. Соларды шығарамыз. Біріншісі 80-нен 72 азайтылған, жақша ішіндегі x азайтылған 80-нен 12, жақша жабылған тең 80-нен 15. Енді бірінші біз жақша ішіндегі x-ті жақша ішін алып тастап жазып аламыз. Сонда x минус 80-нен 12 болады. Тең, енді біз 80-нен 72-ден алып тастаймыз 80-нен 15-ті. x минус 80-нен 12 тең 72-ден 15-ті алып тастаймыз. Бөлшектің бөлімі сол күйінде қалады. Сонда 80-нен 57 болады. X тең, енді осы 80-нен 57-ге біз 80-нен 12-ні қосамыз. Сонда X-дің жауабы бізде 80-нен 69 болады. Орнына қойып көреміз. 80-нен 72 азайтылған, 80-нен 69 азайтылған, 80-нен 12 болады. Сонда X-дің жауабы, бұл жерде бөлшектің екі жағы да 80-нен 15-ге тең болады. Енді бізде екінші теңдеу. 25-тен 16 азайтылған, жақша ішіндегі 25-тен 41 қосылған x тең жауабы 25-тен 24. Енді біз бірінші жақшаны алып тастап жазамыз. 25-тен 41 қосылған x деп. Енді 25-тен 116-тан азайтамыз 25-тен 24-ті. Сонда бізде жауабы 25-тен 92 болады. Яғни бөлімі сол күйінде қалады.
алымын, яғни 116-тан 24-ті айтқан кезде 92 болады. Сонда x тең дейміз де, енді осы 25-тен 92-ден біз алып тастаймыз 25-тен 41-ді. Сонда бізде x-тің мәні 25-тен 51-ге тең болады. Енді әрі қарай орнына қойып жазып көреміз. 25-тен 116 азайтылған жақша ішіндегі 25-тен 41 қосылған 125-тен 51. Бұл тең болады бізде 25-тен 24-ге. Яғни теңдіктің екі жағы да тең болды. Енді бізде үшіншісі x қосылған 50-ден 7 тең 50-ден 3 қосылған 50-ден 27. Ең бірінші біз x қосылған 50-ден 7 дейміз де, 50-ден 3-ке 50-ден 27-ні қосамыз. Бұл кезде бізде 50-ден 30 болады. X тең осы 50-ден 30-ны алып тастаймыз біз 50-ден 7-ні. Сонда x-дің мәні бізде 50-ден 23-ке тең болады. Орнына қойып көреміз. 50-ден 23 қосылған 50-ден 7, ол тең болады 50-ден 3 қосылған 50-ден 27-ге. Яғни теңдіктің екі жағы да бір-біріне тең болды. Енді бізде төртінші теңдеу. 40-тан 4 қосылған y қосылған 40-тан 16. Тең болады бізде 40-тан 31 қосылған 40-тан 6-ға. Енді біз осы 40-тан 4 пен 40-тан 16-ны бір-біріне қосамыз. Сонда бізде 40-тан 20 қосылған y тең 40-тан 37 болады. Бұл жерде 37, мынау 40-тан 31 қосылған 40-тан 6-ны қосқан кезде шықты. Яғни бөлімі сол күйінде 40 болып қалады. Алымын 31-ді 6-ға қосқанда 37 болады. Енді осы бір-біріне азайтамыз. Сонда y тең 40-тан 37-тен алып тастаймыз біз 40-тан 20-ны. Сонда y-тің мәні бізде 40-тан 17-ге тең болады. Орнына қойып тексеріп көреміз. 40-тан 4 қосылған 40-тан 17 қосылған 40-тан 16. Ол тең болады 40-тан 31 қосылған 40-тан 16-ға. Яғни екі жағы да 40-та 37-ге тең болып тұр. Төртінші есеп, есептерді шығар. Асы және әсі беріліпті. Алдымен асын орындайық. Бөшкенің өз көлемінің 15-тен 12 бөлігіне су құйылған. Таңертең бақша суғару үшін оның 15-тен 8 жұмсалды. Ал кешке қайтадан бөшкенің өз көлемінің 15-тен 11-не су құйылды. Сонда бөшкенің қандай бөлігі суға толтырылған? Енді алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бірінші құйылғанда 15-тен 12 бөлігіне. Екінші жұмсалды 15-тен 18-і. Және екінші рет құйылған кезде 15-тен 11-не құйылды. Сонда толтырылды қанша табуымыз керек. Ең бірінші шешуі, яғни осы бірінші құйылғаннан жұмсалғанды алып тастаймыз. Сонда 15-тен 12-ден алып тастаймыз 15-тен 8-ді. Бөлшектің бөлімі 15 болып қалады. Екеуі бірдей болғандықтан алымын бір-біріне азайтамыз. 12-ден 8-ді алсақ 4 болады. Енді осы 15-тен 4-ке біз екінші рет құйылған қосамыз. Сонда 15-тен 4-ке қоссақ 15-тен 11-ді, 15-тен 15. Сонда есептің жауабы бөшкенің 15-тен 15 бөлігіне су толтырылды. Енді төртінші есептің әсі. Балық өсіру үшін су қоймаға шабақтар жіберілді. Алдымен барлық шабақтың 128-ден 45 бөлігі, содан соң тағы 125-ден 65 бөлігі. Одан кейін тағы 128-ден 10 бөлігі жіберілді. Су қоймаға барлығы қанша шабақ жіберілді дейді. Алдымен есептің шартын құрамыз. Бұл жерде бірінші, яғни алдымен шабақтың 128-ден 45 бөлігі келді. Одан кейін 128-ден 65 бөлігі. Және тағы да 25-тен 10 бөлік құрылды. Сонда барлығын табуымыз керек. Сонда біз барлық осы алдымен, содан соң, одан кейін келген барлық шабақтарды бір-біріне қосамыз. Сонда 128-ден 45 қосылған, 128-ден 65 қосылған, 128-ден 10. Бөлшектің бөлімі 128 болып қалады. Алымын барлығын бір-біріне қосқан кезде 120 болады. Сонда 128-ден 120. Яғни есептің жауабы су қоймаға барлығы 128-ден 120 шабақ балығы жіберілді. Бесінші есеп, есептерді шығар. Асы, әсі берілген. Асы. Ыдыстың 5-тен 1 бөлігіне салынған балықтарға арналған жем 100 грамм тартады. Ыдыс толы жем қанша тартады дейді. Яғни ыдыс 5 бөлікке бөлініп, соған әрқайсысына балықтар салынған. Оның бір бөлігіне 100 граммнан кетеді. Сонда 5 бөлікке бөлгендегі, яғни барлығын табу үшін біз 100 граммды 5-ке көбейтеміз, сонда 500 грамм болады. Яғни жауабы есептің ыдыс толы жем 500 грамм тартады. Әсінде балық шаруашылығына 128 балық әкелінді. Әкелінген балықтардың 8-ден 1 шұбар балық құрайды. Барлық балықтың 32-сі көксерке, ал қалғаны мөңке дейді. Сонда неше мөңке әкелінді дейді.
есептің шартын құрайық. Әкелінді 28 балық. Одан кейін шұбар балық осы балықтың 8-ден 1 бөлігін алып жатыр. Көк серке бізде 32. Енді мөңкені табуымыз керек. Сонда біз бұл жерде шұбар балықты тауып аламыз. Алдымен 28-ді 8-ге бөлеміз, яғни 8-ден 1 бөлігін алып жатқандықтан. Сонда бізде 16, бұл шұбар. Енді біз 28-ден осы көк серке мен шұбарды қосып алып тастаймыз. Сонда бізде мөңкенің саны шығады. 28 азайтылған, жақша ішіндегі 16 қосылған 32. 16-ға 32-ні қосамыз, 48. Сонда 28-ден 48-ді алсақ 80 болады. Сонда жауабы 80 мөңке әкелінді. 6-шы есептің асы. Есепті шығар. Арман ақшасын санап, егер менің ақшама ол ақшаның жартысын және 20 теңге қосса, менде 110 теңге болады деп пайымдады. Арманның қанша ақшасы болған дейді. Енді бірінші біз 110-нан 20 теңгені алып тастаймыз. Сонда 90 теңге болады. Енді ол арманның ақшасының, яғни менің ақшама ол ақшаның жартысын және 20 теңгені қосса деп тұр ғой. Сонда біз оны 90-ды 3-ке бөлеміз. Осы шыққан 90 мәнді 3-ке бөлеміз. Сонда бізге 30-ға тең болады. Енді 90-нан 30 алып тастаймыз. Сонда 60 теңге. Арманның 60 теңгесі болған. Енді тексеріп көру үшін 60-ты, оған 30-ды және 20 теңгені қоса деп тұр ғой. Соны қосамыз. Сонда 110 теңге болады деді. Яғни сонда арманның жауабы 60 теңгесі болған. Енді 6-шы есептің әсінде осы 6-шы есептің асына тапсырмаға ұқсас есеп құрастыр дейді. Егер менің ақшама ол ақшаның 3-тен 1 бөлігін және 20 теңге қосса, онда менде 100 теңге болады. Менің қанша ақшам бар дейді. Енді бізде қанша ақша болған белгісіз, бірақ менің ақшама 3-тен 1 бөлігін қосу деп тұр, сонда 4 болады. Ең бірінші біз 100-ден 20-ны азайтамыз, сонда 80 болады. Және менің ақшама 3-тен 1 бөлігін қосқан дегенде 4 бөлікке бөлді осында ақшаны ше. Сонда бізді 80-ді 4-ке бөлеміз, бізде 20-ға тең болады. Енді 80-нен 20-ны алып тастасақ 60 теңге, яғни бастапқыда менде 60 теңге болған. Енді жаңағы 3-тен 1 бөлікке 20 теңгені қосса 100 теңге шығу керек қой. Соны табу үшін біз 60-ты қосамыз ақшаның 3-тен 1 бөлігі деді. Демек 60-ты 3-ке бөлеміз. Және қосылған 20, сонда 100 болады. Яғни бастапқыда менде 60 теңге болған. 7-ші есеп. Есептерді шығар. Асы және әсі берілген. Асы. Автобекеттен бір уақытта бірінен қарама-қарсы бағытқа автобус пен такси шықты. Таксидің жылдамдығы 90 км/сағат, ал автобустың жылдамдығы одан 2 есе кем. Неше сағаттан кейін олардың арақашықтығы 540 км болады дейді. Енді біз есептің шартын құрайық. Алдымен В1 бізде 90 км/сағатқа тең. В2 белгісіз, бірақ В1-ге қарағанда 2 есе кем. С бізде 540 км-ге тең, яғни уақытты Т-ны табуымыз керек. Т бізде белгісіз. Енді шешуі бірінші біз В2-ні табуымыз керек. Бізде айтып тұр бұл жерде, біріншісінен 2 есе кем деп. Демек біз бірінші таксидің жылдамдығын 2-ке бөлеміз. Сонда бізде осы автобустың жылдамдығы шығады. В2 тең 90 бөлінген 2 тең болады 45 км/сағатқа. Енді В жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Ол үшін В1-ге В2-ні қосамыз. Сонда В жақындау тең 90 қосылған 45, ол бізде тең болады 135-ке. Енді Т-ны табу үшін біз S-ті В жақындау жылдамдығына бөлеміз. S бізде 540-қа тең, ал В жақындау 135-ке тең. Сонда 540-ты 135-ке бөлсек, бізде 4 сағат болады. Яғни жауабы 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 540 км болады екен. Енді әсінде автотұрақтан бір уақытта бір бағытқа 2 автокөлік шықты. Біреуі 80 км/сағат, ал екіншісі 65 км/сағат жылдамдықпен қозғалды. Олар 3 сағаттан кейін бір-бірінен қандай арақашықтықта болады дейді. Бізде енді есептің шартын құрып жазайық. В1 белгілі 80 км/сағат, В2 65 км/сағатқа тең. Т бізде 3 сағат, енді S табуымыз керек. Ол үшін В қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Алдымен 80-нен алып тастаймыз, біз 65-ті. 80-нен 65-ті алсақ 15 км/сағатқа тең болады. Енді S табу үшін осы 15 км/сағатты 3 сағатқа көбейтеміз. Сонда бізде 45 км болады. Яғни олар 3 сағаттан кейін бір-бірінен 45 км арақашықтықта болады. Енді бізде 8-ші есеп тапсырманы орында. Есептің берілген оқиға алдымен. Әр бәліш теңдей 2-ге бөлінді. Содан кейін әрбір жартысы тағы теңдей 2-ге бөлінді.
барлық бәлішті бір тілімнен салу үшін 24 ыдыс қажет болды. Неше бәліш болған дейді. Енді бірінші бізде өзі 2-ке бөлінген, одан кейін тағы да 2-ке бөлінген, сонда 4-ке бөлінген, иә. Енді 24 ыдыс қажет болды дейді. Сонда 24 4-ке бөлеміз, бізде 6 бәліш болады. Яғни жауабы 6 бәліш болған. 9-шы есеп бізде салыстыр. Бөлшек түрінде берілген. Біріншісін орындайық алдымен. 25-тен 12 азайтылған 25-тен 4 көп пе, әлде 25-тен 9 көп пе дейді. Ең бірінші біз азайтуды орындап аламыз. 25-тен 12-ден 25-тен 4 алып тастаймыз. Бөлшектің бөлімі сол күйінде 25 болып қалады. Ал 12-ден 4-ті алсақ, бізде 8-ге тең болады. Сонда 25-тен 8 көп пе, әлде 25-тен 9 көп пе дейді. Яғни есептің жауабы бізде 25-тен 9 көп болады. Енді бізде екіншісі 900-ден 425 қосылған 900-ден 50 көп пе, әлде 900-ден 190 қосылған 900-ден 21 көп пе дейді. Енді жеке-жеке орындап аламыз. 900-ден 425-ке 900-ден 50-ді қосамыз. Сонда бізде 900-ден 475 болады. Ал сол жағында, бергі жағында, яғни 900-ден 190-ға енді біз 900-ден 21-ді қосамыз. Сонда 900-ден 211 болады. Демек, бұл жерде 900-ден 475 көп болады. Үшіншісі 250-ден 142 қосылған 250-ден 87 көп пе, немесе 250-ден 216 азайтылған 250-ден 63 көп пе деген секілді. Енді бұл жерде 250 бөлшектің бөлімі сол күйінде қалады. Енді 142-ке 87-ні қоссақ 229 болады. Ал біз енді 250-ден 216-дан азайтамыз, 250-ден 63-ті, сонда бізде 250-ден 153 болады. Демек, 250-ден 229 көп болады. Бізде төртіншісі 70-тен 57 азайтылған 70-тен 32 көп пе, немесе 70-тен 62 азайтылған 70-тен 47 көп пе. Бұл жерде бөлшектің бөлімі сол күйінде қалады, 70 болып, 57-тен 32-ні аламыз, сол кезде 25 шығады. Ал енді 70-тен 62-ден азайтамыз 70-тен 47-ні, сонда бізде 70-тен 15 болады. Демек, бұл жерде 70-тен 25 көп болады. Осымен балалар, бүгінгі біздің 111-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.